Қазіргі таңда дінді жеткізудің әртүрлі жолдары бар. Оның ішінде әлеуметтік желі арқылы, ғаламтор арқылы насихаттау. Осы айтылғандар бүгінгі таңда мемлекеттің назарында. Жалпы діни мәліметті алудың жолы өте жеңіл, оған арнайы ғаламторға кіру қажет емес. Егер сіз діни мазмұндағы кітаптарға қызығушылық танытсаңыз, мешіт жанындағы дүкендерден немесе рұқсатнама алынған дүкендерден барып сатып алсаңыз болады. Ал егер де әлеуметтік желіге кіретін болсаңыз, еліміздің Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының арнайы сайттарына кіріп, және де Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына қарасты облыстық бас мешіттердің сайттарына кірсеңіз болады. Осы сайттарға кірсеңіз, кітапхана деген бағам бар. Сол бағамнан өзіңіз қалаған діни мәліметті алуға болады. Қазіргі таңда діни кітаптар өте көп. Егер де діни кітап алатын болсаңыз, кітаптың алғашқы бетінде Дін істер комитетінің дінтану сараптамасының оң қорытынды алған жөнінде анықтама болуы қажет. Ел аумағында тыйым салынған діни мазмұндағы материалдар мен діни әдебиеттерді бас прокуратура ресми сайтынан біле аласыздар.